Саламатсыздар ма, білім алушылар? Тіршілік қауіпсіздігі пәнінен ары қарай дәрісімізді жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қауіпті және зиянды әсерлердің жіктелуі, радиациялық және химиялық қауіпсіздік. Қарастыратынымыз қауіпті және зиянды әсерлерді жіктеу, радиациялық қауіпсіздік, химиялық қауіпсіздік. Жалпы қауіпті және зиянды әсерлерді жіктеу, қауіпті дегеніміз ол жеке адам басына және елді мекендерге, олардың денсаулығына және тұрмыстарына басқа да материалдық шығын келтіретін жағымсыз әрекеттерді айтамыз. Қауіптің өзін үш топқа бөліп қарастырамыз. Біріншіден, адамдарға материалдық және табиғи ресурстарға зиян келтіретін жағымсыз әрекеттерді айтамыз. Екіншіден, адамзаттың өміріне қауіп қатер тудыратын жағымсыз әрекеттерді айтамыз. Үшіншіден, адамның жеке басына әлеуметтік және рухани қажеттілікке қанағаттандыру және қанағаттандыруға кедергі болатын жағымсыз жайттарды айтамыз. Жалпы қауіпсіздік құралдары ең басты қасиеттердің бірі сенімділікке ие болу керек. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және еңбекті қорғау бойынша жұмыс беруші мен жұмысшылардың міндеттері мемлекеттің еңбек туралы заңдылықтарында көрсетіледі. Зиянды заттар, яғни зиянды заттар дегеніміз ол қауіпсіздік талаптары бұзылған жағдайда пайда болатын адамзаттың денсаулығына және өміріне нұқсан мен басқа да жағымсыз әрекеттерді тудыратын бұйымдар, әртүрлі заттарды айтады. Қауіптерді негізгі үш топтарға бөлуге болады. Біріншіден, табиғи экологиялық адам өмірін апаттардың зиянды әсерінен немесе заттардың миграциялық, табиғи геобиохимиялық циклдарының антропогенді бұзылуынан туындайтын қауіптер. Екіншіден, техногенді өндірістік технологиялық объектілерде жиналған энергияны қажетсіз қалдықтардан болатын қауіптер. Сонымен қатар антропогенді әлеуметтік жағдайларды бұрмалау немесе әдейі жасалынған оны адамдарға жеткізу ерекшеліктерінен болатын жағдайды айтамыз. Жалпы радиациялық қауіпсіздік қамтамасыз етудің негізгі принциптері мыналар болып табылады. Біріншіден, нормалау принципі. Екінші, негіздеу принципі. Үшінші, оңтайландыру принципі. Төртінші, авариялық және оңтайландыру принципі болып бөлінеді. Енді жалпы нормалау принципі дегеніміз ионданушы сәулеленудің барлық көздерінен азаматтардың сәуле алуының жеке мөлшерінің жол берілетін шегінен асырмау болып табылады. Ал екінші, негіздеу принципі бұл ионданушы сәулеленудің көздерін пайдалану жөніндегі қызметтің барлық түріне тыйым салу. Бұл орайда алынған пайда адам мен қоғам үшін табиғи радиациялық ортаға қосымша сәуле алу келетіндігін ықтимал зиян қатері болып табылады. Жалпы оңтайландыру принципі бұл ионданушы сәулеленудің кез келген көзін пайдаланып және пайдалану кезіндегі сәуле алудың жеке мөлшері мен сәулені алатын адамдар санының экономикалық және әлеуметтік факторларын ескеріп отырып, мүмкіндігінше төмен және қолжетімдік деңгейде ұстау болып табылады. Жалпы авариялық оңтайландыру принциптері төтенше авариялық жағдайлардан қолданылатын шаралардың нысаны ауқымды, ұзақтығы адам денсаулығына зиянды немесе пайдасы араласуды жүзеге асырылуына байланысты, яғни залалы көп болатындай етіп оңтайландыруға тиіс болып табылады. Радиациялық қауіпсіздік негізгі ұғымы радиациялық қауіпсіздік, радиациялық авария және радиациялық қорғағыш және радиациялық мониторинг деп қарастырамыз.
Жалпы радиациялық қорғаныш дегеніміз радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған радиациялық гигиеналық жобалау конструкторлық техникалық және ұйымдық шаралар жиынтығы болып табылады. Ал радиациялық мониторинг дегеніміз, яғни бұл белгілі радиациялық мониторингтің өзі ионданушы сәулелендіру көздерін пайдаланатын объектілерде қоршаған ортада да радиациялық жағдайдың жай күйін жүйелі түрде байқап отыру болып табылады. Жалпы радиациялық қауіпсіздік дегеніміз бұл белгіленген нормаларға сәйкес қызметшілерге, халыққа және қоршаған ортаға радиациялық әсері шектелетін атом энергиясы пайдаланатын объектінің ерекшеліктері. Сонымен қатар олардың сипаттамалары жай күйі болып табылады. Ал радиациялық қауіпсіздіктің нормалары мен ережелерінің лицензиялар шарттарының сақталуын бақылауды жүзеге асырады. Сонымен қатар радиациялық қорғау жөніндегі ұлттық комиссияның қызметін қамтамасыз етеді. Ал радиациялық авария дегеніміз атом энергиясын қолдану объектісін қамтамасыз пайдалану, қауіпсіз пайдалану шегінің бұзылып, бұл орайда адамдардың немесе қоршаған ортаның белгіленген нормалардан жоғары радиоактивті ластануына әкеп соғуы мүмкін немесе әкеп соққан радиоактивті өнімдердің және ионданушы сәулеленудің қалыпты пайдалану жобасында көзделген шектен асып кетуі болып табылады. Жалпы атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның құзыретіне мыналар жатады. Біріншіден, радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру. Екіншіден, радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы нормалар мен ережелерді әзірлеу, олардың сақталуын бақылау. Үшіншіден, радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру. Төртіншіден, радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, оның ішінде халықтың сәуле алу дозаларын бақылау мен есепке алу саласындағы мемлекеттік басқарудың бірыңғай жүйесін құру және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы халықаралық ынтымақтастықты және халықаралық шарттар бойынша міндеттерді орындауды жүзеге асыру. Сонымен қатар келесі соңғы радиациялық қауіпсіздік саласындағы техникалық регламенттерді әзірлеу. Жалпы объектілерде және оның айналасындағы радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етіледі. Бұл жағдайда біріншіден радиациялық объектінің жоба сапасын міндетті, ауданы және алаңға радиациялық объектіні орналастыру үшін негізді таңдау және сәуле шығару көздерін физикалық қорғау, айналасындағы неғұрлым қауіпті объектілерді және оларды ішіндегі аумақты аймақтарға бөлу және технологиялық жүйелерді пайдалану. Сонымен қатар, бұйымдар мен технологияларды санитарлық эпидемиологиялық бақылау, сәулелену көздері мен санитарлық эпидемиологиялық бағалау мен лицензиялау, радиациялық бақылау жүйесін және жүйесінің болуы, персоналдың халықтың радиациялық қауіпсіздігі кезіндегі жоспарлау объектісінің қалыптылығы, оның қайта жаңарту және пайдалану бойынша іс-шараларды өткізу, сонымен қатар персоналдың және халықты зиянды радиациялық гигиеналық сауаттылықтарын арттыру. Жалпы бұның барлығы объектілерді немесе нысандарда және оның айналасындағы радиациялық қауіпсіздікті айтамыз. Жалпы тұрғындардың радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етілуі біріншіден Қазақстан Республикасы қолданыстағы нормалар мен ережелердің талаптарына сай адамдардың өмір сүру жағдайларына жауап беретін. Екіншіден, әртүрлі сәуле шығару көздерін белгілеу мен сәулеленуді квоталары. Үшіншіден, радиациялық бақылауды ұйымдастыру және радиациялық басқару, қорғау қауіпті жағдайларды және радиациялық апат жағдайларындағы тиімділікті жоспарлау және өткізу бойынша іс-шараларды. Сонымен қатар, радиациялық жағдай туралы ақпарат жүйесін ұйымдастыру. Жалпы химиялық қауіпсіздік, бұл химиялық өндіріс халық шаруашылығында кеңінен пайдаланады.
бірақ кейбір кездерде кішігірім апаттар орын алуда. Олар апаттар әсерінен химиялық зиянды заттар атмосфераға тасталынып, қоршаған ортаны ластайды. Сонымен қатар, жалпы химиялық өндірістердің қауіпсіздігі, шикізаттардың қауіпсіздігінің, сонымен қатар физика-химиялық қасиеттеріне, қондырғылардың сенімділігіне, технологиялық процестің сипаттамасына, химиялық заттардың сақталу және тасымалдау шарттарын бақылаудың үлкен маңыздылығы бар екендігін көрсетеді. Химиялық қауіпті заттар адамға әсер ету жағынан 4 қауіптілік классқа бөлінеді. Біріншіден, қауіптілігі аз, екінші орта қауіпті, үшінші жоғары қауіпті, төртінші яғни аса қауіпті немесе өте қауіпті деп бөлеміз. Химиялық салаларда апаттар 2 санатқа бөлінеді. Біріншіден, жарылыс салдарынан болатын апаттар технологиялық тізбектің және инженерлік қондырғылардың бұзылуы болатын болса, екінші жағдайда апат салдарынан қосымша технологиялық және негізгі қондырғылардың зақымдалуы. Жалпы химиялық апаттардың топталуы, бірінші жеке зақымдалуы, зақымдағы улы заттардың атмосфера ауасына тастамаған апат, және екіншіден объектілі зияндығы жоғары улы заттардың санитарлық қорғау зонасының аспайтын апат, үшінші жергілікті зияндылығы жоғары улы заттардың қоймасының қирауынан туындаған апат, төртінші аймақты зияндылығы жоғары улы заттардың үлкен көлемді тасталуына алып келетін апат. Сонымен қатар, ауқымды үлкен химиялық қауіпті өндірістік барлық зияндылығы жоғары улы заттардың қоймаларының толық қирауының салдарынан болатын апатты айтамыз. Химиялық қару дегеніміз жалпылай улау заттарына қолданылатын әскери қару. Сонымен қатар, химиялық улау заттарын жеткізу үшін зымырандар, бомбалар, снарядтар және тағы басқалар қарулар пайдаланады. Улау заттары адамдарды, мал, жануарларды, тірі организмдерді, сонымен қатар өзен көлдерді, су қоймаларын, ошақ төңіректерін, егіндерді, өсімдіктерді жояды, қатты немесе зақымдайды. Енді жалпы улы заттардың жіктелуі мынандай белгілермен анықталады. Біріншіден, зақымдардың клиникалық зақымдау белгілері бойынша улау заттарын 6 топқа бөлеміз. Бірінші, нервтік салдық әсері, екінші тері жарасы, үшінші жалпы улау әсері, төртінші тұншықтыру әсері, бесінші психологиялық, алтыншы тітіркендеу әсерінен болатын жағдайларды айтамыз. Жалпы улау заттарының сақтау қасиетіне байланысты оларды 2 топқа бөлеміз. Сақталмайтындар, екінші ұзақ сақталатындар деп. Сонымен қатар, олардың соңғы зақымдау дәрежесі бойынша, әсер ету уақыты бойынша және қолдану ықтималдығын улау заттары және фосфор органикалық заттар ретінде болатындығын айтамыз. Енді қатты әсер ететін улы заттар жаппай қыру қаруларының біріне жатады. Олардың негізінен химиялық қосындылар құрайды. Олар адамдарды, жан жануарларды, ауаны, жер бетін, техникалық суды және азық-түліктерді улайды. Жалпы жаппай қыру мақсатында қолданғанда олар тамшы, сұйық, тұман, түтін не бу күйінде болуы мүмкін. Жалпы улы затпен зақымданудың бірнеше ерекшеліктері бар. Аз уақыт ішінде жаппай улауға болатындығы, сонымен қатар ауа жер кеңістігінде үлкен аумақта улай алатындығы, аэрозол бу түріндегі қорғануды нашар үйлерге, бөлмелерге кіріп кетуі, әртүрлі жағдайда, әртүрлі орындарда ұсақ сақталу мүмкіндігі, сонымен қатар улы заттардың зақымданудың жолдары уланған ауамен демалғанда, улы тамшылардың теріге не көзге тиюі, уланған заттарды ұстағанда немесе уланған азық-түлікті немесе суды пайдаланғанда болатындығын айтамыз.
Жалпы химиялық қауіпті нысан дегеніміз, немесе объекті дегеніміз, ол апат кезінде немесе оның бұзылуы салдарынан адамға, жануарға және өсімдіктерге келтіретін жойқын зілзалаларды айтады. Химиялық қауіпті объектілер өзінің құрамында улы заттардың болуынан және оны өндіріс барысында төңірегіндегі адамның өміріне және қоршаған ортаға зақым келтіретін химиялық бұйымдарды айтамыз. Жалпы химиялық қауіпті объектілерге жататындар қара және түсті металдар өндіретін өндіріс орындары, қағаз, құрылыс, қорғаныс, медициналық өндіріс орындары, коммуналдық және ауыл шаруашылық орындары, сонымен қатар осы аталған кәсіпорындарда хлор, аммиак, тұзды қышқыл, ангидриттер және фторлы сутектер және басқа да химиялық заттар кеңінен қолданылады. Ал химиялық қауіпті заттардың маңызды сипаттамалары ол токсикалық және қорғану, улану деңгейіндегі деңгейінде байланыстылығын айтамыз. Жалпы адам денесінде химиялық улану заттардың әсер етуін 4 сыныпта қарастырылады. Яғни төтенше қауіпті, мөлшердегі қауіпті, аса қауіпті және аздаған қауіпті. Біз алдыңғы графикте көрсетіп кеткендей, жалпы қауіптіліктің өзінің 4 классына байланысты, сыныпқа байланысты, сол сияқты төтенше қауіпті, яғни аса қауіпті, мөлшердегі қауіпті, аздаған қауіпті деп айтамыз. Ал енді химиялық барлау аспаптары дегеніміз, ол ауадағы және жергілікті жер аумағында қоршаған ортаға уланудың нәтижесінде пайда болатын тиісті зардаптарды айқындайтын және арнайы құрал-саймандарды айтамыз. Сонымен қорыта келе, қауіпті және зиянды әсерлерді дұрыс жіктеу адам өмірі мен қоршаған ортаны қорғаудың маңызды негізі болып табылады. Сонымен қатар әсіресе радиациялық және химиялық қауіпсіздік мәселелері қазіргі заманда өзекті. Радиоактивті сәулелену мен улы химиялық заттардың әсері адамның денсаулығына, экожүйеге үлкен зиян келтіруі мүмкін. Сол себепті олардың алдын алу, қауіпсіздік шараларын сақтау және бақылау мен мониторинг жүргізу басты міндеттердің бірі. Қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру, заңнамалық және техникалық нормаларды қатаң сақтау, техногендік апаттардың алдын алу, химиялық өмір сапасын арттыруға жол ашады. Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Сау саламатта болыңыздар.